Ассалаумағалейкум көрермен. Шоумен мемлекетке айналған Қазақстан туралы не дейміз? Крыловтың мысалындағы бүгінгі шырылдауық шегірткелер кім? Дариға Бадықова елді не деп шошытып жүр? Шоу-бизнес пен той-бизнес өкілдерінің дәурені қай уақытқа дейін жүрмек? Бұл туралы бүкіл шындықты Диван Батыр арнасы баяндайтын болады. Бірінші дүниежүзілік соғыста адмирал Колчак бір қаланы басып алған соң, әртістерге, атқосшыларға және жезөкшелерге тиіспеңдер. Олар кез келген билікке қызмет ете береді деген екен. Жә, бұны неге айтып отырмын? Қазір көресіздер. Алдымен видеомызға лайк басып, арнаға тіркеліп, қасындағы кішкентай қоңыраушаны түртек етіңіздер. Кеттік ендеше. Байқайсыздар ма? Әлеуметтік желі деген әлем-жәлемде блогер, әнші, әртіс дегендердің, бір сөзбен айтқанда шоу-бизнес, той-бизнес өкілдерінің дәурені жүріп тұр. Жүріп тұрған жоқ, қызып тұр. Ұялмаған әнші болады демекші, бүгін екінің бірі әнші, актер, режиссер. Қазақ қоғамы ғылым мен білімнің шамын жағып өркениетке ілесудің орнына ұлы сөзді ұят жоқ, көттен кері кетудің, яғни ұлы рухани моральдық деградацияның құрбанына айналды. Бүгінде солар бай. Ақ дегендері алғыс, қара дегендері қарғыс. Мәні мен мағынасы жоқ әндер, сапасынан көрі киноның кассасын, өзінің қалтасын күйттеген режиссер-продюсерлер, ақша десе арын сататын актерлар жаңбырдан кейінгі саңырау құлақша қаптады. Міне, бүгінгі қоғамның сыйқы. Халыққа да обал жоқ, жеңіл әуес. Телефонды қойш, телеарналарда көрсетілетін бағдарламаларда ғылымның иісі де жоқ. Есесіне қалаулым, қосылайық сынды қисынсыз бағдарламалар, рейтингті көтеруге бағытталған, өсек пен төсектің айналасынан әр аспаған, азғындықты жарнамалаған көреміз. Астарлы ақиқат сынды ток-шоулар, ұлттық арнада ұлтқа қатысы жоқ жын ойнақтар кеңінен насихатталады. Халықтың білім мен ғылымды ойлайтын уақыты жоқ, керек емес. Біз қайда кетіп бара жатырмыз өзі? О, ағайын, құрмақтан айғай, даңғаза, дақпырт. Бір сөзбен айтқанда Қазақстан шоумен мемлекетке айналды. Ішің ашиды. Біздің Қазақстандағы ғылым мен инновациясының, өнеркәсіп пен өндіріс ошақтарының қаншалықты бейшара халде екенін коронавирус кезінде дәлелдеп тастадық. Халықтың алдында маңғазданып, кербезденіп жүретін әнші, әртіс, блогерлер Крыловтың мысалындағы шырылдауық шегірткеге айналды. Ащы болса да шындық ол. Жаз бойы көгалда жүріп, гүл айтып, қыс келгенде қонатын жері, баратын тауы болған жоқ. Қайыршының күйін кешті. Тап сол сәтте қазақ елі нағыз ғылым иелеріне, ғалымдарға, медицина өкілдеріне ауадай зәру болды. Бірақ біз сол кезден сабақ алған жоқпыз ба? Қалай өзі? Бір ғана актриса Дариға Бадықованың мына сөзін мысалға алсақ та жеткілікті сияқты. Бүгінде кино жұлдыз атанып, қалтасындағы қаражатын еселеген, той-думанда оққа қарсыз жүрмейтін Дариға ханым. Менің табиғатым элегантності қалайды. Вульгарный киім, дешевый шаш, сырға дегендерді қаламайды екен. Кеше қызық жағдай болды. Жан дүнием арзан нәрселерді менсінбейді. Менсінбейім все деді. Бұл менің менсінбейтін табиғатым. Психологтар қайда сіздер дейді ол? Қазақ кім көрінгенгі сенгі шәрі тыңдай беретін менталитеттің деңгейінде жүр. Егер ел таныған әнші не жұлдыз болсаң, өмірдің бар саласын жілікше шағатын ақылды адам деп ойлайды ғой деймін көбі. Бір кезде Мұхтар Мағауин, біз атқа мінгенде бүкіл дүние жайып жүреді. Біз шалбар кигенде бүкіл дүние жалаңбұт жүреді. Біз жазу шығарып, жыр толғаған кезде қазіргі Еуропа қараңғылық түнегінде жатқан. Біз айбынды мемлекет түзіп, жарт әлемді билеп отырған кезде бүгінгі заманның ең озық жұрттары тайпалық құрылым деңгейіне жеткен. Бір тұтас ұлы түркі халқы 1000 жыл бойы салтанат құрды. Ғылым мен өнердің озық үлгісін жасады. Рухы биік, аруағы үстем, күш-қуаты артық болды. Кім білер, кім сенер? Біз сондай да сондай едік. Әттең, өркениеттің көшінен сол атқа мінген күйді қалып қойдық қой. Мұхтар атамау, бұтымызда шалбар түгілі өзіміз өндірген лыпамыз жоқ. Күн шығар емес, қараңғы қара бұлтта қалдық. 1769 жылы француз Никола Жозеф Кагнот бумен жүретін көлік құрастырғанда біздің қолда қылыш, астымызда ат болды. Наполеонның сенімді серігі Станислас Бодри атты экипажына омнибус деп ат қойып, 1827 жылы патент алғасын 2 қабатты амнибустар шығарылып, автобустың алғашқы атасы өмірге келе бастағанда, біз сол кезде де қылыш найзамен ат үстінде отырдық.
Британдықтар жерде жүретін көліктердің түр-түрін жасап болып, сонау 20 ғасырдың басында 1909-1911 жылдары Олимпик, Титаник тәрізді алып кемелер жасағанда, біз аттың артына ағаш арбаны әрең дегенде іліп алдық. Қазір ақш электрлі көлік шығарып, жердегі ғылымды игеріп болып, ергіп Марсты бағындырып жүрсе, біз орыстың тазик, уазик кареталарын мінгенімізге мәз болып, автокөлік жолдарын жамап жүрміз. ақш, Жапония, Корея сынды елдер смартфондарын шығарып алысты жақындатып жатса, біз сол ақпараққа руымыздан шыққан батырларымызды менікі, сенікі деп санап жазып, батырлар жырын зарлаған күйде қалдық. Жұрт айбынды әскери жасақтап, заманауи әскери жарақтарын шығарып, бір-біріне сес көрсетіп жатқанда, біз аю мен айдахарға апа жезде деп жалтақтап отырмыз. Ет жегенде тіс шұқитын ағашпен бұтымыздағы дамбалға дейін шетелдікі, дәл мына жемқор саяси жүйе түп тамырмен жойылмаса, көп кешікпей мінуге, есек таппай киюге, шалбар таппай жапырақ байлап жүреміз. Бәрі білер, бәрі сенер, біз осындай да осындай болдық. Мәтінді оқыған Қуат Ахметжан, жазған Бағжан Бақбергенұлы. Сіз үшін Диван Батыр арнасы.